Баяхымет Жұмабайұлының «Дауылға қарай желкенің доңамасаң өркениетке деген қадамың мандымайды» деген мақаласының 5-ші бөлімі шындықтан қашқан шырықты бұзады. Әңгімені дәл әзіргі кездегі қоғамға ауа жайған, шырайы кетіп шырықталған шындықтан бастайық. Әр нәрсенің түп қазығы шындық, шындық бар жерде иман да болады. Шындық санаға тәуелді. Санамыз өсіп, биік дәрежеге көтерілмейінше, қоғамға, әлеуметке, жекеге ауадай қажет шындықтың шырайы жұда болса, не оңғаны. Шындық болса ғана болашаққа деген бетіміз жарқырап, халық алдындағы жауапкершілігіміз асқақтап, ертеңге деген қадамымыз нық болады. Әйтеуір қалай айтсаң да, мынау қазандай қайнаған рухани жаңғыру дәуірінде барлық заттың, қоғамның тиянағы шындық екенін тіпті де мойындау керек. Десек те, әзір шындық қайда, ең жақсысы мына заманда өтірік айт, алда барбау арқылы тіршілік ет деген идея бір шоғыр адамдардың санасын жаулап алды. Сондықтан бұлар үшін төменді де жоғарыны да алдап, жасанды тұрмыс, өтірік мәлімет, күлгір пиғыл көрсету дағдысына айналған қасиеті болды. Мұндай идеялар тек жұмыс басындағыларда ғана емес, сиыр су ішкенде бұзау мұз жалайтындай қара халықтың ішіне еніп, ендігі ұрпаққа дарыған індет болып отырғанын қалай бүркемелейміз. Тіпті айта берсең, мұндайларды пысыққа санайтын өлшем асқақтап алды. Алдамшылық арқылы ұту, өтірік алқыры қымқырып қатыру, өтірікті айызын қандыра айтқандардың құдіреті үстем болып, іскерлік саналып, астына қабатталып бопса қойылу, әке баланы, бала отбасын айланып келіп қоғамды алдайтын, өтіріктің өңөзі жуандап, қоғамның түсін, ердің тынысын, ұлттың мінезін өзгерткен идеяға қалай ашынбасқа. Өңмеңдеген қатпары қалың өтіріктерді аздап дәлелдер болсақ, жоғарыдан өзінен зор адам келсе өтірікпен үрдеп, күпейтіп, жасанды қылықтармен жанын жай таптырып, шермие тойғызып жолға сал. Төменді жоғарының демімен ұшықтап, жұмысының бордай тозғанын емес, ептеп, міндетін өтеп, уақыт өткізу. Бәр болғаны, бәліш құйрық, бұлан қулықты ертеңгі жолым жетер көмбем деп, арамдыққа белшесінен бату. Бірер жарқырауық жұмысты жол бойына немесе адамдар ойына орнатып, кім көрінгенге осы еңбегін көлдерін тартып, соның көлеңкесінде ойына келгенін істейтін, бірер ел ішіндегі дуалы ауыздар мен беделдерді шырғаға тартып, солар арқылы жоғары төменнің аузына ұрып, көзін көлегейлеу тағы басқа. Міне бұлардың барлығы да қоғамның тынысын тарылтып, төңірегіне нұр шуақ шашып тұратын шындықтың бетіне қара бұлт қаптату болмақ. Бұлай десе кейбіреулер бұл ауқым алған идеяға жармасып нең бар деуі мүмкін. Қасаң идеяға қатқылда қайсар соққы керек. Бұл ұлтымыз бен дәстүріміздің айта берсең адамилықтың дәріптемесі. Мұндай шырқы кеткен шындықтар қоғамның жүрдек қадамын баяулатып, заңның қуатын әлсіретіп қалмастан, қоғамдағы әділдіктің әріне дақ салып, бұра тартушылық дегенді үдетіп, әйтеуір ақ пен қыраның ара салмағының жігін зорайтып, адамгершілік пен ұлы мұраттардың аяққа басылуына, қоғамның болашағына деген селқостық, жауапкерсіздік, көз бояушылық әбден кеулеп алу себебін туындатады. Әуелі қоғамдағы адамдарды үмітсіздікке жетелеуде. Міне, мұндай шырайсыз қылықтар өңөзі қалың, беті қызыл өтірік, адам санасын аздырушы героинға айналғандықтан, ағайын, досшар, атана, әпеке, бауырлар бір-біріне сенімі кетіп, өзара қатынасты алым берімді сезік орнатып алды. Ендеше мұндай мәңгүрт идея керенау қылықтарға әлмисақта сақарада орнатылған кісі тастарша екі қолды қусырынып қарап отырамыз ба? Шынын айтсаң, мынау елдің дәстүрден, сананың құнардан айырылуы, әрине күнәкарлардың қатарын молықтырып, айдары қызыл тентектердің жалын тұрғызып, кеңірдегін шерткен оппалардың өршуіне, жүйеден ел ішіндегі өңөзі бұзылған опық тістердің туындауына себепші болып, бәзбіреулердің бой тұмарына айналғанын қайтерсің. Неге дерсіз?
Arının jасы qarnın астында qatı көтөр алмай жүрген сол өтірікшілердің шындықтың шырқын бұзушы бірі тентекке тектек айта алмасақ, еліне күйініп ертеңім деп елгезекті кете алмасақ, тек орғанына мәз болған қаз тірлікпен уақытын өткізіп, ел ішіне өсекпен абырой алуға құлшынған шірік пиғылдардың елмен жерге тигізген лаңынан ада болмағанда, елдің ертеңінен де сөз ашу қиын. Түйін тұжырым. Осылайша күйіп пысып айғайлауымызбен абдырауымыздың барлығы ұлттың дәстүрлі қасиетін ірітіп отырған бір бөлім көкірек көз ашылмаған, ұлттық рухы сөніп, күлі суынған ешелердің санасына сәуле түсіру, өмірге келген әрбір пенденің ғұмырлық тағдыры қашанда өзі жасаған дәуірдің ағымымен ілесіп, бағытына желкенін жайса ғана ізгілік ақыл парасаттың ұшқынын үрдеп, бұдан кейінгі ұлттық болмысымыз бен мұратымыздың кіршіксізденіп, дәстүрмен тарихы сомдалған халқымыздың туада бойына біткен жақсы қасиеті бар азаматтардың парасатын тіпті де биіктен көрсетіп, қадамы жедел қарпуы күшті заман ағымына ілесіп, өркениетімізді замана биігінен көрсетсек еді-ау деген асыл арманмен пікір қозғап отырмын. Әрине, мұндай айғайдан гөрі әр азаматтың санасында білім мен мәдениет болмаса, өркениеттен сөз ашуда қиын. Сондықтан сонау егемендік дегенді қиялдасақ та, аулы алыс жатқан бодамды, боранды, кесірлі жылдар мен тарих тегершілігінен аман қалып, өртеңге шыққан өскіндердей бүгінгі өмірімізге қайтадан нәр беріп тұрған әдеп, ақылақ, мораль жосындармен сомдалған ұлттық парасатымыздан айырылып қалудан алаңдап, аялап сомдай түсуіміз керек. Ұтылыспен әлсіреуден арлана да, абыройлана да біліп, жетістікті тани отырып, заманмен бірге өзгеріп, қосыла түрленіп, ұрпақ үшін өскелең өркениет жаратайық дейтін жақсы ниетке жар салмақпын. Мақаланы оқыған диктор Тоқан Мәкейұлы.